Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар және оқушылар. Біз Ақтау қаласы нөмір 13 гимназиясы 7 сынып оқушылары Отарбаева Ақтілек және Бердібек Мұхаммед. Сарапшылардың дерегінше, өңірдегі табиғи су қоры 20%-ға дейін азаюы мүмкін. Бұл ауыл шаруашылығы, тұрмыстық сектор үшін айтарлықтай қауіп тудырады. Соның ішінде күн энергиясын пайдалану арқылы ылғалды сұйық суға айналдыру мүмкіндігін қарастыратын геотехнологиясы болашағы зор әрі инноваторлық шешімдердің бірі. Біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы жылу алмасу және конденсация құбылыстары негізінде ылғалды су алу технологиясын модельдеу геотехнологиясы. Зерттеу нысаны күн энергиясын пайдалану арқылы атмосферадағы ылғалды сұйық суға айналдыратын геожүйесі. Зерттеу мақсаты күн энергиясын пайдалану арқылы атмосферадан су алу мүмкіндігін зерттеу және геожүйесінің тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу. Зерттеу міндеттері: күннен су алу технологиясының физикалық және экологиялық принциптерін салыстыру, геожүйесінің жұмыс механизмін модельдеу және макет түрінде жасау. Эксперименттік тәжірибе арқылы алынған судың көлемін бағалау, технологияның артықшылықтары мен шектеулерін талдау және практикалық қолдану мүмкіндіктерін анықтау. Францияның Жерорта теңізі маңында, Тулон қаласына жақын жерде кейбір зауыттар тек күн энергиясын пайдалану арқылы теңіз суын тұщы ауыз суға айналдырады. Күн дистилляциясы атмосфераға көмірқышқыл газын шығармайды. Геолия жобасына 800 000 евро инвестиция тартылды. Оның жартысы аймақтық даму қорынан, ал қалған жартысы француздық Meritage компаниясына алынды. Экес Central Science журналына жарияланған мақалада Беркли университетінің профессоры Омер Реги өзінің әріптестерімен бірге су жинағысының соңғы нұсқасын көрсетті. Ол күніне төмен ылғалдылықтағы әрбір килограмм су сіңіретін материалдан 5 шынаяқтан астам су ала алады, және бұл тірі қалуға мүмкіндік. Біріншіден, практикалық құндылығы ол су тапшы құрғақ аймақтарға су тапшылығын шешеді. Екіншіден, ғылыми тұрғыдан алғанда физикалық және экологиялық заңдылықтарды тәжірибелік деңгейде дәлелдеуге мүмкіндік береді. Үшіншіден, ол табиғи ресурстарды толықтай үнемдеуге мүмкіндік береді. Геожүйесінің 3 артықшылығы. Ең бірінші артықшылығы ол күн энергиясының шексіздігі. Екінші артықшылығы су тапшылығын шешудің тиімді жолы болып табылады. Үшіншіден, ол технология күн сәулесінде қолданылатын жаңартылатын энергия арқылы жұмыс жасайды. Зерттеу бөлімі: геотехнологиясының жұмыс жасау принципі және оның құрылымы. Оған күн коллектор беті, шағыстырушылар, жылу оқшауыш қабаты, конденсация беті және де су жинау резервуар мен салқындату жүйесі жатады. Қарапайым физикалық механизм. Бірінші, күн сәулесі қара түсті бетке түседі. Қара түсті бет күн сәулесін жақсы жұтып, оны буға айналдырады. Қарапайым физикалық механизм. Күн сәулесі арнайы қара түсті бетке түседі. Қара түсті бет күн сәулесін жақсы жұтып, оны жылуға айналдырады. Жылу суға беріледі, су қызады да буға айналады. Мұндағы негізгі физикалық процесс жылу алмасу процесі болады. Кейін қызған су буы арнайы жабық камераға бағытталады. Жабық камерада бу суық терезеге тиеді. Суық тереземен жанасқан кезде ол конденсацияланады. Мұндағы негізгі физикалық процесс конденсация процесі болады. Осыдан кейін конденсацияланған су ауыл шаруашылық немесе кәдімгі тұрмысқа қолданылады. Қарапайым мысал: біз бұл процестерді күнделікті өмірде де көріп жүрміз. Мысалы, шай қайнатқан кезде шайнектен бу шығады. Мұндағы процесс булану процесі болады. Ал бұл буды терезеге тигізсек, ол конденсацияланады. Мұндағы процесс конденсация процесі болады. Геотехнологиясының тиімділігі мен артықшылықтары. Ол экологиялық таза, себебі ауаға көмірқышқыл газы бөлінбейді және табиғатты ластамайды. Екіншіден, энергияны үнемдей аламыз. Сыртқы энергия өзіне толықтай тәуелсіз болып келеді. Үшіншіден, жаңартылатын ресурс. Ол күн энергиясы шексіз және қолжетімді. Ауыл шаруашылығына тиімді, құрғақ аймақтарда су тапшылығын шешеді. Дәстүрлі талдау жүргізгендей, басқа тәжірибелер көп энергиямен көп қашықтыға кетеді. Ал геотехнологиясы табиғи, арзан және экологиялық балама. Біз оны болашақта ауыл шаруашылығына егін суару үшін, ауыл халықтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін және егін суару үшін қолдана аламыз. Практикалық жұмыс. Біз екі практикалық жұмыс жасадық. Бірінші практикалық жұмыста біз күннің шығуы мен батуын есептедік. Геотехнологиясы күн сәулесіне
байланысты болғандан күн сәулесі неғұрлым ұзақ болса, геотехнологиясы соғұрлым көп су мен энергия жинай алады. Біз есептегенде күннің ең көп ұзақтығы жаз айларында болады, ол 15 сағат 15 минутқа тең. Ал ең аз уақыт ол қыс айларында тең болады, ол 9 сағатқа тең. Геотехнологиясы жаз айларында 30-40%-ке көп су мен энергия жинай алады. Ал екінші практикалық жұмыста біз әр материалдың сіңіру коэффициентін есептедік. Жұмыс барысында әртүрлі материалдар күн сәулесінің сіңіру коэффициенті және де бір тәулікте жұтатын энергия мөлшерін есептедік. Тәжірибелік есептеулерде қабылданған шарт ол барлық материалға түскен тәуліктік күн энергиясын және ол материалдың сіңіру коэффициентін есептейді. Энергияны есептеу. А тәулік мәні К сіңіру мәніне тікелей пропорционал. А тәулік қара мата 5,14 киловатт-сағат бөлінген метр квадратқа тең. Ал А тәулік ақ қағаз 1,12 киловатт-сағат бөлінген метр квадратқа тең. Салыстырсақ, қара мата ақ қағазға қарағанда 4,15 есе көп күн энергиясын жұта алады. Демек, есептесек, ақ қағаз үшін есептесек, оның сіңіру мәні 0,12-ге тең. А тәулік тең 6 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат көбейтілген 0,12 тең болады 1,12 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат. Ал су металл үшін есептесек, оның сіңіру коэффициенті 0,16-ға тең. А тәулік тең 6 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат көбейтілген 0,16 тең болады 3,16 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат. Ал қара мата үшін есептесек, оның сіңіру коэффициенті ең көп, ол 0,19-ға тең. Есептегенде А тәулік тең 6 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат көбейтілген 0,19 тең болады 5,14 киловатт-сағат бөлінген метр квадрат. Практикалық мағынасы. Гелио жүйесінің мақсаттары күн энергиясын тиімді жинап, соның есебінен ауадан суды буландырады, конденсациялайды. Сондықтан материал таңдау судың тәуліктік көлемін көбейтудің ең маңызды факторының бірі. Қара маталар практикалық арзан әрі үлкен көрсеткішіне ие болғандықтан макет немесе мектеп жағдайында ең тиімді және қолжетімді таңдай аламыз. Берілген мәліметтерден байқағандай, әртүрлі материалдар күн сәулесін әрқалай сіңіреді. Бұл гелио жүйесінің тиімділігіне тікелей әсер ететін маңызды физикалық көрсеткіш. Қорытынды: ақ материал гелио құрылысына тиімді емес, себебі судың булану процесі баяу жүреді. Ал сұр металл құрылғының конденсация беті немесе жылударатқыш бөлігі ретінде қолдануға болады. Қорытынды: гелио құрылғысының күн энергиясын жинайтын негізгі беті ретінде қара түсті материалды қолдану ең тиімді шешім. Ол тәжірибе нәтижесінде материалдың түсі мен құрылымы күн энергиясын сіңіру деңгейін анықтайтынын түсіндім. Қара түсті материалдар күн энергиясын тиімді жинайтын, ал ашық түстер шағылыстырғыш беттер болып табылады. Қорытынды: эксперимент нәтижесінде бұл көрсеткіш жүйе сыртқы энергия көздеріне тәуелсіз жұмыс жасайтынын, қоршаған ортаға зиян келтірмейтінін көрсетті. Сонымен қатар құрылғы арзан әрі қолжетімді материалдардан жасалып, ауылдық жерлерде су тапшылығын шешеді. Ұсыныс: гелио технологиясын масштабтау және автоматтандыру, Маңғыстау облысының нақты климаттық деректеріне негізделген модель құру, ауыл шаруашылығына бейімделген гелио агро нұсқасын әзірлеу және мемлекеттік сектормен және жеке сектормен серіктестік орнату, оқушылар мен студенттерге арналған білім беру бағдарламасына енгізу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.